Былтыр Жетісу облысында орын алған Айзат Жұманованың өлімі дүйім елді дүрліктіргені жасырын емес. Әлеуметтік желіде оны күйеуі ат еріне байлап сүйреп өлтірді деген ақпар тарады. Көпшілік мұны жауыздық деп баға берді. Ал заң тұрғысында бұл адам өлтіру деп сараланды. Армысыздар, эфирде заң алдында бағдарламасы. Әйелін атпен сүйреп азаптап өлтірді деп айыпталған Айбар Жанболатты прокурор 15 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Жетісу облысында 32 жастағы әйелін азаптап өлтірді деген күдікпен күйеуі қамалды. Отбасылық зомбылықтың құрбаны болған Айзат Жұманова былтыр 22 маусымда жан тапсырды. Содан бері бұл оқиға төңірегінде түрлі ақпарат тарады. Қоғамда бұл қылмыс біраз талқыға түсті. Нүктесі жақында ғана сотта қойылды. Сотталушының сот залына алғаш келген сәті. Ашық сот отырысында зал лық толды. Әйелін өлтірді деп айыпталған ер адам басын бұғып, камерадан жасырынды. Жалпы бұл іс қазан айына дейін тергеліп, қараша айында сотта қарала бастады. Сот отырысы тәртібіне сай бірінші болып мемлекеттік айыпталушыға сөз берілді. Прокурор айыптау желісі бойынша оқиғаның басынан қалай өрбігендігін жария етті. маусым 2025 жылы сағат 5:00 шамасында Жанболат атпен мал бағуға тауға кетіп, сол күні 16:30 шамасында үйге қайтып келген. Сол кезде соңғы үйдің табалдырығында Жұманованың біреумен сөйлесіп тұрғанын көріп, кіммен сөйлесіп тұрғанын сұраған кезде соңғы Жанболатқа жауап бермей үйге қарай кіріп кеткен. Осыдан кейін Жанболат ашулықпен мотоциклға отырып, Суқсай ауылы Омаров көшесі номер 12 мекен-жайда орналасқан Ләззат атты дүкенге барып, 7-8 бөтелке сыра сатып алып, үйге қайтып келе жатып жол бойында сатып алған сыраны ішкен. Содан Жанболат үйге келген соң Жұманованың ұялы телефонын мен белгісіз біреумен сөйлесіп жүрген есіне түсіп, қызғаныш сезімі оянып, соңғыны өлтіруге, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату туралы қасақана қылмыстық ой туындаған. Содан кейін масан күйде үйіне келген, ашуға булығып қызғаныштан әйелін күштеп сыртқа шығарған. Сөйтіп төмпеште бұрып, тепкінің астына алыпты. Айзат Жұманова болса алғашында жан ұшыра айғайлап, жылаған. Бірақ ер адам тоқтамай, өлімші етіп, сабай берген. Ес-түссіз жатқан әйелді ашуға булыққан күйеуі соңғы сәтте құтқаруға да тырыспапты. Ал бұл Айзат Жұманова жансақтау бөлімінде қаза тапқан Талдықорған қаласындағы облыстық аурухананың бейнебақылау камерасынан алынған кадрлар. Ес-түссіз жатқан әйелді күйеуі мекемеге алып келген. Жалпы бұл істі алғашында сотталушының қорғаушысы 106 баппен, яғни денсаулыққа қасақана зиян келтіру дерегімен қарауды сұраған. Бірақ сот медициналық сараптаманың негізінде 99 баппен қасақана адам өлтіру дерегімен сараланды. Сот медицина сараптамасының қорытындысыз болған заңгерлік баға берілуге болмайды. Ешкім жауапкершілік тарту үшін, оны баға беру үшін ең алдымен сол сот сараптамасының қорытындысы керек болады. Ол жерде жәбірленушінің денесіне келтірген жарақаттардың ауырлық дәрежесін анықтау керек қой. Оның бәрі сол сот медицина ережелері бар. Сол жерде медицинский критерий дейді. Сол критерийлерді қарап, жеңіл жарақат, орта, болмаса ауыр жарақаттар дәрежесін анықтайды. 3 аптаға дейін еңбек жарамсызды болса, сол кезде жеңіл жарақат деп есептеледі. Ал 3 аптадан асып кетсе, ол орта дәрежедегі жарақат деп есептеледі. Енді өмірге қауіп келтіретін жарақаттар болады кейде. Өмірге, өйткені ол кездерде сол жарақаттарға уақытында медициналық көмек көрсетпесе, адам өліп кететін мүмкіндігі болады. Соның үшін оларға ауыр дәрежеде соның критерийлері есептеледі. Сараптама қорытындысы бойынша Айзат Жұманованың төс пен бел, қабырға мен басына қан құйылып, ұйыған деген ұйғарым жасалған. Одан бөлек бас сүйегінде сынықтар анықталған. Дене шірей бастағанынан нақты өлім себебі анықталмапты.
Бірақ ең бірінші сараптама кезінде сарапшылар бас сүйегінің сынуы мен қан ұюы өлімге әкеп соқтырды деп қорытынды шығарған. Кінәңізді мойындайсыз ба? Толықтай мойындамайсыз ба? Істің басынан сотталушы кінәсін мойындамады. Куәгерлерге келер болсақ, сот залында полиция қызметкерлері Айзат Жұманованы ауруханаға жеткізгеннен кейін күйеуі көлікте өзіне қол салмақ болды деп куәлік етті. Машинесінің жанында, машинесінің артқы есігін аша алмай, жаңағы алдыңғы есігін ашып, ішінен ашып, артынан ашқан кезде жүгіріп келіп, жаңағы жігіт нетіп өз-өзін жаңағы белмен безопасностьқа өз-өзінің мойнын орып, өз-өзін асып отыр екен. Сонан біз жүгіріп келдік та, жаңағы қолын ұстап, нетіп, белін жаңағы белмен безопасность шешіп болды. Содан кейін біз жаңағы сұрадық, қалыңдар бәрі дұрыс. Ол жерде жаңағы ата-анасымен қарындасы сол жерде жүрді, әпкесі ме, үшеуі жүрді бірге. Содан кейін қолына жаңағы палуарын жасағанда қалдырды да бізге. Қалай болды, не жағдай болды деген кезде ол бізге жауап қайтармады. Одан бөлек сот отырысында куәгер ретінде тағы бірнеше тергеуші мен полиция қызметкерлерінен жауап алынды. Марқұм көз жұмған аурухана қызметкері де білген көргенімен бөлісті. 22.06 сағат 2.35-те реанимация бөлімінде сөзді содан бастап шұғыл арада жүрек өкпе реанимация деп жатамыз. Ол сол күн көрсетілді барлық толығымен. Яғни мен көргенім бірінші рет науқас көрген кезде көз қашыққа 2.35-те маған түсті, 3.05-те бұл кісіде биологиялық өлім тіркелді. Бұл жерде өте ауыр, реанимация бөлімінде қандай науқастар жатыр, ауыр және өте ауыр науқастар жатыр. Жаңа келген кезі жаңағы өте ауыр жағдайда, агональды жағдайда деп айтамыз. Көп нелер, гематомалар, сырылғандар, көп жерде біз нақты айта алмаймыз. Енді множественный деп жасалған болады, нақтырақ ол травматолог дәрігер барлығын айтып жазып сипаттап жүрген. Әйелін өз қолымен өлтірді деп айыпталған Айбар Жанболат Айзат Жұмановаға бұл жағдайға дейін де күш қолданып таяқтың астына алған көрінеді. Оны өз сөзінде марқұмның жақын құрбысы қынжылып жария етті. 2015 жылы примерно сол уақыттарда Айбар деген жігітпен таныстым деп айтып жүретін. Нақты жүріп жүрген жоқ, екеуі просто сөйлесіп жүрген екен, сондай біз ол кісіні білмейміз, көрген жоқпыз, бірақ айтып жүретін. Келіп жүретін Айбар деген, сосын бір уақыттарда бұл бірге тұратын болып келді. Сол кезде енді ұрыс төбелестер в основном сол уақыттарда болды ғой. Қызғаныш, Айбардың бір жаман несі қатты қызғаншақ болатын. Біз бір жаққа барамыз деген кезде бұл бармайсыңдар дейді. Осы Алматы, либо басқа жақта болғанда бізге адам жіберетін. Біз үйге келіп бізді тексеретін. Содан кейін бір менімен сөйлестірмеуге бір несі болды. Мадинамен сөйлеспе, Айгермен сөйлеспе деп. Екеуі сөйлесе дау туындаған болатын. Сөйлесе Айзатты қатты прям ұрып тастаған, аяғында прям синяктар, жүрісті үстіне заявление жазамыз дедім. Жоқ, мен Айбарды қатты жақсы көрем, жазбаймын деді. Бір ұрыс болып жатса да, Айбар қоя салшы болды, ашуланбашы деп басып отыратын Айбарды. Квартирада жаңағы тұрғанында басынан табуретка ұрып, басын жарып, полицияға барған екен. Эля деген подружкамыз оны алдында айтып отыр. Кешірім сұрайтын деп айтатын. Бұл қылмыста жұрттың жағасын ұстатып, резонанс туындатқаны Айзат Жұманованы атпен сүйреді деген хабар. Әлеуметтік желідегі жаңалық беттерінде марқұмды күйеуі осылай азаптап өлтірді деп жазылып жүр. Бірақ сотта бұл туралы бірде-бір сөз қозғалмады. Мәлім болғандай мұны Айзат Жұманованың жарақаттарын көріп, үрейленген жақындар айтқан екен. Атпен сүйреді дегенде ол балай болған ғой. Адамның үстіндегі жараларына қарап, мен сол кезде жаңағы мәйітханадан шыққан кезде мен жаңағы құдағи отырды. Құдағиға сонда мен айғайлап айттым. Мынаны не атқа байлап сүйреп өлтіргенсіңдер ме? Мынаның үстіне белгілері болғандықтан үстінде жараларының несіне қарап қарай тұру жаңағы травмы. Жаңағы үстіндегі травмаларға жаңағы сырылған, жырылған, жаңағы бастың арасында шөп, қоқым басында өзі құлап өлді деді. Одан кейін бізге хабарды дер кезінде бермеді. Енді олардың жаңағы тарапынан күйеу бала мойындамағанның өзінде де бұның
ағайын туысы бізден кешірім сұраған да жоқ. Айзатымыздан жалғыз қыз қалды, 2 жаста. Ол қызды жаңағы нағашы апасы тағып отыр. Бұл іс Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 1 бөлігімен, яғни қасақана адамды қазаға ұшырату дерегімен қаралды. Әуел бастан сотталушыға 8 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы төнді. Оны ер адам да жақсы білген еді. Сотқа дейінгі тергеп тексеру және сот тергеуі барысында сотталушы жәбірленуші Жұмановаға тек қана соққы жасамағанын, тек қана шапалақпен 1-2 рет ұрғанын алға тартып отыр. Құрметті сот, сотталушының аталған жауабына сын көзбен қарауыңызды сұраймын. Бұл оның аса ауыр қылмыс жасаған үшін жауапкершіліктен құтылудың тәсілі ойлап тапқан айласы деп есептеймін. Құрметті сот, сотталушы Айбар Қайрат Жанболатты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 1 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық жасау үшін кінәлі деп танып, 15 жыл мерзімге бас бостандығын айыруға жазасын тағайындауыңызды. Адам өлтіру бабында көзделген ең ауыр жаза прокурор сұраған мерзіммен Айзат Жұманованың анасы да келісіп отыр. Әйеліңе де қорғаныш бола алмадың, балаңа да қорғаныш бола алмадың. Мұнда келіп тұрып ертең айтып отырсың. Қызымды азаптап қинап өлтірді. Қызымның бүткіл саусағына шейін қинап өлтірді. Ең құрғанда бір жері болса жарайды. Алайсызда деп ойлар едім. Бірақ мен мынаға мүлде келісе алмаймын. Қызымның өміріне балта шаптың. Өз күнәсін басынан мойындамаған ер адам соңғы сөзді де қасақана адам өлтіру айыбымен келіспеді. Бірақ кейіннен кешірім сұрап, қандай жаза болса да өтейтіндігін айтты. Осылай оқпағанына қатты өкінемін. Және барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Істеген ісімді мойнымен көтеремін. Қолмен істегенді мойнымен көтеремін. Мен өлтірейін деген ойымда ниетімде болған жоқ. Абайсызда болып отырған жағдай. Өзімнің жазамды толықтай өтеуге дайынмын. Адам өміріне қасақана зиян келтіру мен отпен келіспеймін. Жақсы көрген емес, жақсы көрдім, әлі де жақсы көрем. Масылдарымды қасақана өлтіретін ниетім болмады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылып, оған осы баптың негізінде 14 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, жәбірленуші өкілі азаматтық талапкер Жұманованың моральдық зиянды өндіру туралы талап арызы ішінара қанағаттандырылсын. Сотталған Жанболаттан жәбірленушінің өкілі Жұманованың пайдасына 20 миллион теңге моральдық зиян, заң көмегін көрсетуге адвокат пен өкіліне жұмсалған 1 миллион 700 мың теңге шығындары және мемлекет пайдасына 1966 теңге салығы өндірілсін. Осылайша сотталушының қасақана адам өлтіргендігі дәлелденіп, 14 жылға бас бостандығынан айырылды. Істі бастан аяқ бақылап, назарда ұстаған көпшіліктің көкейінде бір сұрақ. Қараша бұл істі Бишімбаевтың ісімен байланыстырып, қос үкімдегі алшақтықты талқылады. Енді бұл Жетісу облысында алған оқиғаны және Бишімбаевтың ісін салыстыратын болсақ, бұл жерде саралануына байланысты. Яғни Жетісу облысындағы ол 99 баптың 1 бөлігі бойынша сараланып отыр іс әрекеті. Яғни бұл жерде 8 жылдан 15 жылға дейін. Сол себептен ол азаматқа 14 жыл беріп отыр. Яғни былайша айтқан кезде ең жоғарғы жазаға жақынырақ, сол пункт бойынша, 99 баптың 1 пункті бойынша. Ал Бишімбаевтікіне келетін болсақ, бұл жерде оныкі 99 баптың 2 бөлігі. Ол жерде қателеспесем, яғни 14 жылдан 25 жылға дейін қарастырылған. Сол себептен бұнда екеуін салыстырып, біреуінікі қатал, біреуінікі жеңіл деп айтуға болмайды. Өйткені ол басқа баптармен, сол баптың басқа пункттармен, яғни сараланып тұр. Жаңағы Жетісу облысыныкі сараланған қылмысы кішкене жеңілдірек, ал Бишімбаевтікі ол ауырлақ салыстырғанда. Отбасылық зорлық-зомбылықта алған жарақаттарды арнайы сараптама арқылы анықтау маңызды.
басты дәлел ретінде жәбірленушінің алған жарақаттары іске тіркеледі. Содан кейін тараптар сотта мән-жайды анықтап, кінәлілер қылмыстың өтемі ретінде жаза арқалайды.